Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, әдемі, әрі өте дәмді болып шығатын екінші анамның, яғни енемнің рецепті бойынша жасалатын осындай самсалардың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналға тіркеліп алыңыздар. Алдымен бөлме температурасында тұрған қаймаққа тұзды, қопсықышты және жұмыртқаны қосып, барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Барлық заттар міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек, және бұл жерде разрыхлитель қаймақ реакцияға түсе отырып, кішкене объемын үлкейтетін болады. Бөлек ыдыста електен өткізілген ұнға салқын сары майды қосамыз, майды үккіштен өткіземіз, не болмаса пышақтың көмегімен майдалап қоссаңыздар да болады. Осылай өткізіп алғаннан кейін енді май мен ұнды біріктіріп, қолымызбен крошка жасап аламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, қоңырауша белгісін басып алыңыз. Сол кезде алдағы шығатын видеоларды бірінші болып көретін боласыз. Осылай крошка жасап алғаннан кейін, осыған біздің сұйық қоспамызды қосамыз және қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамыр қолға жабыспайды және жұмсақ болып шығады. Самсаны дәл осы рецептпен біз 2 жылдан бері жасап келе жатырмыз. Маған өте қатты ұнайтын рецепттердің бірі. Бүгін енемнен арнайы рецептін сұрап, сіздер үшін видео түсірген болатынмын. Сол үшін бізді қолдап, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Дайын болған қамырды пакетке салып, кем дегенде жарты 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. 1 сағаттан кейін аламыз, қамырымыз осылай бірігіп, тынып тұрды. Енді оны 2 бөлікке бөліп, әрқайсысын жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Мен бүгін қамырдың тек қана 1 бөлігін пайдаланамын, қалған 2 бөлігін дәл осылай жайып, орап, оны мұздатқышта сақтаймыз. Әрі қарай дәл видеода көрсетілгендей қамырды жайып шығамыз. Сары майды алдын ала суы шыққанға дейін қайнатып аламыз. Кейін оны жылы температура болғанға дейін суытамыз және біздің жайылған қамырдың үстіне осылай жайып шығатын боламыз. Кейін қамырды төменгі бөлігінен орай отырып рулет жасап аламыз және осы ұзын рулетімізді тағы да ортасына қарай жинай отырып домалақ қамыр жасаймыз. Осы қамырды кем дегенде 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Кейін 2 сағаттан кейін алып самсаларымызды дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, пияз және татымына қарай тұз, бұрыш қосып алдын ала араластырып алдық және қамырымызды осындай кішкентай бөліктерге бөліп жайып шығамыз. Әр қамыр менде 20 граммнан шықты. Егер бұдан үлкендеу болған қаласаңыздар, 25-30 граммнан алсаңыздар да болады. Осылай қамырдың шетін түйе отырып, әдемі форма шығарамыз. Не болмаса өзіңіздің қалауыңыз бойынша 3 бұрышты форма жасауға да болады. Менде осы жарты қамырдан 26 штук самса шықты. Бір жұмыртқаны, не болмаса жұмыртқаның сары мен сүтті араластыра отырып, самсалардың бетіне жағып шығатын боламыз және қалауыңыз бойынша бетіне кунжут, не болмаса мак сепсеңіздер де болады. Дайын самсаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз.
Піскеннен кейін ыстықтай күйде дастарханға ұсына берсек болады. Не болмаса бөлме температурасына дейін толықтай суытып, оны беті жабық ыдысқа салып, мұздатқышта да сақтауға болады. Мұздатқыштан біраз уақыттан кейін алсаңыздар да ол өзінің дәмін сақтап тұрады. Және қатпарлы қамырға қарағанда маған осындай песочный тестолар өте қатты ұнайды, әрі өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.